Сәлем достар. Бүгінгі тақырып 2-3 жасар баланың ойыны қандай болмақ, сол тақырыпта сөйлесеміз. 2-3 жасар бала үйдегі әртүрлі заттармен ойнай береді. Жалпы 1 жастан бастап бала әртүрлі заттармен ойнай береді. Бірақ 2-3 затта оған әртүрлі ойын түрлері қызық болады. Енді мүлдем басқаша ойлау деңгейі өседі, бала да өсе бастайды. Сол себепті әртүрлі ойын түрлері қызық болуы мүмкін. Мысалы, бір ыдыстан екінші ыдысқа су құю деген секілді. Оны тіпті бала 2 жасқа жетпей жатып жасай береді. Бір ыдыстан екінші ыдысқа су құяды, болса бір ыдыстан екінші ыдысқа заттарды салады. Бірдеңені сындырып алады десеңіз, пластмасс, балдың ыдыстары өте таптырмайтын ойын түрі. Балдың ыдыстарын берсеңіз болады. Болмаса үйдегі бар манный каша болсын, болмаса не болсын, қазір атын ұмытып тұрмын, бірақ бір сондай бір ұнтақ түрлі заттар болса, былай балаға да зияны жоқ, жеп қойса да былай қатты онша зиян тигізбейтін сондай бір заттарды, ұнтақ түрлі заттарды қойып сапырып ойнаса да болады. Бірақ енді қарап тұруымыз керек, ол жерде балаға қасықпен кәдімгідей сапырып ойнай берсе болады. Сосын үйдегі бар, мысалы, жеп қойса да ештеңе қылмайтын дәнек түрлерімен ойнаса болады. Енді ол кезде де қарап отырамыз, себебі дәнекті ол тегіс бүтіндей шайнап жұта алмауы мүмкін. Сол себепті қарап тұру керек. Бірақ жеп қойса ештеңе қылмайды деген секілді. Жер жаңғақ болсын, болмаса асқабақтың дәнегі болсын, сондайды бір ыдыстан екінші ыдысқа салу, сапыру, қасықпен алу, қасықпен салу деген секілді осындай ойын түрін ойнатсақ болады екен. Болмаса жаңағы кухнядағы кез келген заттарды бере берсек болады. Мынамен былай ойнайсың, мынамен былай ойнайсың. Болмаса сонда кухонный набор алып берсек болады. Енді жағдайы барлар алып береді, жағдайы жоқтар алып бере алмайды деген секілді. Бірақ бәрібір де бұл жердегі мәселе жағдайда емес, мәселе баланы қалай алдандырамыз. Сол себепті кухнядағы бар ағаш ыдыстарды бала көтере алады деген ыдыстарды кішкене өзіне кішігірім қасыңызда жүретін болсаңыз, неғып тамақ істеп жүретін болсаңыз, қасыңызға сондай заттарды беріп қойсаңыз, ол сізбен алданып біраз уақыт ойнап тұрады қасыңызда. Көз алдыңызда жүреді, аузына ештеңе салып қоймайды деген секілді. Болмаса сюжеттік ойындар, бұл енді сюжеттік ойындарды балаға ойнатып көрсетуіңіз керек болады. Мысалы, кухонный набор болса, сол кухонный наборда нені пісіру керек, өзіне жеке алып берсеңіз де болады. Сонда кухонный наборлар нені неге пісіру керек, ойыншықтарына салып пісірейік, әкетінаны салып пісірейік, газ жағамыз, үйтеміз, бүйтеміз деген секілді. Болса картоннан қиып заттарды жасап берсеңіз де болады кухонный набор ретінде. Солай жасап берсеңіз, балаға да қызықты болады, өзіңізге де қызықты болады, баламен де бірге ойнайсыз, бала да ойнайды деген секілді. Баламен кішкене бір жарты сағат ойнасаңыз, бала ары қарай өзімен өзі ойнап кетеді оны. Сосын одан кейін бұл қыз балаларға, ер бала бірдеңені шұқылап, ұрып ойнауы мүмкін. Ол кезде ер балаларға осындай пластмасс заттар болса, сол пластмасс заттарды бергеніміз дұрыс. Барабан сияқты қолмен картоннан жасап берсек болады. Болмаса бір ұрғылайтын заттар болса, бір темір заттар болса, сондайды берсек болады. Бала солай ұрып ойнаған жақсы көретін болады. Ұрып, бір заттарды ұрып, бірдеңені бұзып деген секілді. Ер балалар енді бұзық болады ғой. Сондай нәрселерді жақсы көретін болады. Болмаса доктор ойыны бар, егер сондай мүмкіндік болып жатса, сондай сюжеттік ойындарды қаражатыңыз жетіп жатса, сондай сюжеттік ойындар сатып алған дұрыс. Олар құлағына салады, бүйтіп адамды қанша демалып жатқанын көреді деген секілді. Сондай ойын түрлері бар, давлениесін өлшейді деген секілді. Балаға бұл кезде 2-3 жас аралығында балаға бұл қатты қызық болады. Сол себепті осындай сюжеттік ойын түрлерін ойнатсаңыз болады. Осы кухня болсын, осы доктор болсын, болмаса шаштараз бар. Шаштаразды да ойнатсаңыз болады. Қыздар жақсы көреді. Шашты тарайды, үйтеді, айнаға қарайды деген секілді. Осындай ойын түрін ойнатсақ болады. Балаға жаңағы пластмасс нәрселерді алып, машинаны шұқылауды үйретіп, машинаға жаңағы заттарды салып, алып деген секілді. Осындай сюжеттік ойын түрлерін ойнатсақ болады. Мысалы, әр мамандықтың өзінің ойыны бар, сол әр мамандықтың өзінің ойын түрлерін ойнатсақ болады екен. Бұл балаға өте қатты қызықты болады.
менің басқа да құдай қаласа сюжеттік ойындарға байланысты, болмаса осы баланың үйдегі бар заттармен ойнатуға байланысты видеоларым болады. Сол себепті ол видеоларды қараңыздар, көріңіздер, арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментке жазыңыздар, мен міндетті түрде қараймын, оқимын, сіздерге жауап беремін. Көргендеріңізге рахмет. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар.